Дядя, отпускайте меня, пожалуйста, мой отец бизнесмен вам много денег дадут. Пожалуйста, отпускайте меня, дядя. Қабдол? Әсел? Неге байлап тастағансыңдар? Құтқаршы бер, Жан. Жан, уайымдамаш. Бұл менің әкем. Әкем? Я, менің әкем, уайымдамаш. Алқош кетті дейсің ба? Әсел бабасы жыртат дейсің. Жаным, Қабдол, бауырым, барған жеріңе тастай батып, судайсыңшы. Собаланың бар ғой, ерте қашып кеткеніне қаранда көтаман байтыр. Оңбай өші. Кешеше, түрліктері полицияға барып, арыз жазып, көшеге суреттерін әліп, итті болып жүргенші. Телефон қақты. Натури бар ғой. Не істейміз, артынан барамыз, а? Кім, Қабдолдың ба? Иә. Сен басын жасайын ба? Екі жеңгесі құсап, артынан қолын шықсап, басын салбырап, тұрайық солардың алдында. Оған уақытта жоқ бұратын баратын. Мен кетіп баттым қазір асықсы. Кетіп батқанда қоғасың ба? Студияда ән жазбаймыз ба бүгін, Жандос? Әнді ертең жазайық бұратын, потому что бүгін Ерке Есмахан өзіне администратор іздеп жатыр. Прикинь, шанс қой маған дейтін. Ерке Есмаханға администратор болайын өтсің бе сен? Қазір емес, сен бірінші кастингіне өтуің керек. Еще кастинг ба, сен қуасың ба? Біздің шаруа қайда? Творчество маған керек па? Маған керек па, анаң керек па деп нажалыс кетпей қойшы, бәрімізге керек творчество. Жандос, сен қуасың ба бүгін? Ән жазбаймыз, ән! Бүгін менде кастинг, не болды саған соншама? Жандос! Кетшей. Кетсең кетші, натури бар ғой, басты кетірмейді. Бүткіл настроем бәрін бұр жүрген ес. Негізі бұлай болған қалай болды екен? Қалай? Алып қашып кеткен. Жаңа дұрыс шығар. Салт дәстүріміз ғой. Мә? Ет тұра, күйеу бала. О, уже ет тұрап кеткенсің ба? Не жұмыс істейсің? Ән айтамын. Жақында жаңа клип шығады. Жаңа альбом. Жұмыс жоқ десеш, короче. Солай деуге де болады. Ей, не істеп кеттің сен? Қамыр турап. Бізде осылай турайды. Тамақ ішеміз, ә? Жіберіңдер! Балданды. Ақша қайда? 450 мың теңге қайда? Қазір. Не істеп жатсың? Уже ақша іздеп жатырмын. Не? Қалай? Айтудан. Айту? Айту қосымшасын жүктеп, топ 100 каналына видеоңмен бөліс. Ең көп лайк жинаған 100 адамға ақшалай сыйлықтар беріледі. Әр апта сайын жүлде қоры 10 миллион теңге. О, красавчик. Смело. Қыздар кім соңы? Мен соны. Онда мен сізден кейін болайын. Неме айтпақшы, кастингті еркін өз алады дей ма? Солай дейді. Саламатсыз ба? Бұрын соңды администратор болып көрдіңіз ба? Я жасадым. Бірақ шығып кеттім. Питаниясы дұрыс болған жоқ. Нема, сен жерде питания нормально ма? Мен негізі администратор болу үшін емес, сізбен кездесуге келгенмін. Фотоға түсейікші. Кездесумен қоштасу, мүмкін емес қоштасу. Бұл жерде ән байқауы емес, маған администратор керек. Мен администратор істегем.
Сен ана Нұрлан Албанды білесің бе өзің? Соның әділ болып істегенмен. Әсел, не болып жатыр? Не болып кетті вообще, Әсел? Түсіндірші маған. Біз скоро үйленетін сияқтымыз. Ата-ана боламыз, бала шағамыз болады. Бақытты отбасы боламыз. Әсел кішкене асығыстау емес пе? Неге? Енді мен мысалы менде дейтіндім ақша жоқ қой, мен сені қалай асыраймын? Мен әлі дайын емеспін мұндайға. Ол жағын уайымдамашы. Бізді папа асырайды. Құмаш! Қумасаңшы, ертең айтпаймын, әйелінің папасы асырап жатыр ғой деп. Жан, уайымдамашы. Бізде ешкім еш нәрсе демейді. Ерке шақырып жатыр. Бар. Папа шақырып жатыр. Мен тамақ пісірем, үй жинайм, кір жуам, ет асам, нан жаям, нәски тұрсыйды өлтірем ғой? Бұл келіндер байқау емес. Басқа не істей аласыз? Жұтам басқа не істеу керек еді? Любой сындырам ғой атыр. Так, еркенің уақытының тығыздығына байланысты кастингті қысқартамыз. Сіз қаласыздар, қалғандарыңызға рахмет. Қалай рахмет? Қалай рахмет? Маған деймін, сонда бекерден бекер күттік па не бізде? Мен кіремін жан. Мен қазір кіренден шығам не? Қазір мен өмір сөйтемін, қазір кіренден шығам. О, қанай. Ассалаумағалейкум, менің есімім Ану. Ануар десең де болады. Қалай ыңғайлы солай айтасың ғой, отыр. Жайғас. Чай, кофе? Жоқ, ештеңе келмес аған. Тез таңмен бастасақ жақсы болар еді. Әңгіме болғанда былай. Жақында ютубтан парктегі видеоларыңды көрдім. Миллион жинап тастапты ғой. Сол өзімізде білмейміз, кім салған, бірақ кәдімгі шок болып отыр өзімізде. В общем, әңгіме былай, қанай. Бірге жұмыс жасау керек. Соған сендерге ұсыныс жасағым келіп тұр. Ұсыныс болғанда біз Нұрлан Еспанов аған танисыз ба? Танымамен сол кісімен жұмыс жасап отырмық біз. Нұрлан Еспанов. Ол кісі жақсы композитор. Кезінде менде бір-екі проектте жұмыс жасаған. Қанша төлеп отыр ол кісі? Төлегенде 2 рет баняға барды бізді. Қайда? Баняға. Баняға дейсің бе? Миллион тапқыларың келе ме? Миллион? Иә, миллион. Мен Еспановқа ешқандай қарсылығым жоқ. Ол кісі тойдың адамы. Ал бізге шоу-бизнеске шығу керек. Шоу-бизнес ба, аға? Иә, шоу-бизнес. Кәдімді шоу-бизнес айтып отырсың, аға? Енді нені? Мен осынды кәдімді арманым ғой, мен шоу-бизнеске шығу, мен осыны түсіндіре алмай жүрмін, кәдімгідей болады ғой, бір айта алмай, жеткізе алмай жүрмін, аға. Рахмет сізге көп-көп. Дәл түстім ау деймін, ә? Дәл түстіңіз бар ғой, шоу-бизнес. Жұмыс жасаймыз. Жасайық, мен тек замын, аға. Келемді, қазір кірімде шығам. Ерке, сәлем. Ерке, мен қалып тұршы. Ерке, мен кастингке кетіп тұрмын. Ерке, мен шығам. Ерке, мен таним. Ерке, мен сен артын еркекке жігітпен ғой, танисың ба? Ерке, айтшы. Жандос? Иә, мен сен бамперін сет бердім ғой өткенде. Жібер. Рахмет. Сәлем, Ерке. Сәлем. Сен де администратор болға келдің ба? Иә, сен ғана инстаграмдағы жарнамаңнан көріп қалып, бір жағынан саған көмектесейін деп келгем. Ой, сенің деген эстоң бар емес па? Ол эстон арендаға беріп жібергем қазір. Бір жағынан боспын сосын келгем ғой. Я мен де қыздардан шаршадым. Негізі ер адам болғаны дұрыс сияқты. Бір үйге бір еркек керек дейсің ғой да? Жоқ. Ертеңнен бастап жұмысқа қабылдандың, Жандос. Мә, шын ба, Ерке? Мә, мына жақсылығын ешқашан ұмытпаймын. Онда мен таң атпай жұмысқа кірісіп, сағат 10-да келем. Қайдағы 10? 7-де. 7-де? Рас менің ұнатқаным, рас болса ұнатқаным, адал боп махаббатқа бір жанға тұрақтағым.
Шақырдыңыз ба аға? Әсел менің жалғыз қызым, жалғыз үмітім. Бұл дүниедегі жалғыз ұрпағым, абыройым, мәпелеп өсірген нұрым. Кітап оқып тұрсыз ба аға? Жоқ, саған айтып тұрмын. Кешіріңіз. Сен қорықпа, мен саған тиіспеймін. Қорықпаған жоқ. Өйткені сен Әселдің таңдаусың. Ал мен қызымның таңдауын әрқашанда құрметтеймін. Оның әрбір сөзі мен үшін заң. Дұрыс қой, конечно. Дұрыс қой. Мен бұл өмірде артынан бір тұяқ қалса деп армандап едім. Бірақ өкінішке орай бұйырмады. Жақсыз ғой аға. Тағы бір көрсеңізші. Кешіріңіз. Жоқ. Мен күйеу баламды бала қыламын деген ойға келдім. Мені ме аға? Иә, өкінішке орай сені. Мен қызыма неше түрлі жігіттерді көрсеттім. Сот, әкім, прокурор. Бірақ ол сені таңдады. Дым, вкус жоқ екен. В общем, былай, сен менің мұрагерім боласың. Кинодағыдай ма? Иә. Ертең той, құдалық, сырға салу рәсімін істейміз. Үйіндегілерге айт, дайындалсын, жарай ма? Сосын не аға, кәсіби шалар алып береді. Жақсы. Ән жазамыз Өзбекстанда. Өзбекстанда? Клип түсіреміз Қырғызстанда. Қырғызстанда? Альбом шығарамыз Тәжікстанда. Тәжікстанда? Тәжікстан чисто ұйқасы кетіп қалды. Бірақ барлығы жоғары деңгейде болады. Дұрыс. Мен сізге кәдімгі 100% қосылам. Нұрлан Испан аға, осыны жеткізе алмай жүрмін ғой менің. Айта алмай бар ғой, понимаете аға? Айтпақшы қандай қасында балалар қайда? Білмеймін, біреу үйленен бейт, біреу құдай өлсін қайда жүрген. В общем, жинау қиын десеңші. Бірақ бізге мықты жоспар керек. Инвесторларды, спонсорларды тартуымыз керек. Ал оларды тартып, топтың презентациясын жасауымыз керек. Ағасы кәдімгі профессиональный түрде жұмыс жасайтыңызды көрініп тұр ғой. Мен мысалы ана инвестор. Да, сол сөзді айта алмаймын да, сіз күшті айтасыз. Айтасың, со временем барлығы болады. Ну что, Ханай, мы готовы взорвать Казахстан? Мы сила! Алло, мама, мен алып қашып кетті. Өнерім андай айтудан талмайым. Егерде тірлік болса жүрмеймін оны таңдай. Жалғыз тек білерім мақсатым. Мықты үйінде боласың, қайда асып барсың? Договорились. Кеше ғана шаламбыт жүгіріп жүрген бал едім. Тездетеміз, звондар. Сен кімсің вообще? А зачем? У нас же и так своих конкурсов хватает. Мен топтан кетем.